Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымызда түргеш және қарулық қағанаттарының саяси тарихы, орналасқан жерлері мен осы мемлекеттер туралы ақпарат беретін дерек көздерімен танысамыз. Атлах шайқасы, оның тарихи маңызы, соғдылықтардың жетісуға қоныс аударуының себептерімен танысамыз. Түргеш қағанаты жетісуда 704-756 жылдары арасында өмір сүрген мемлекет. Түргеш қағанатының пайда болуы жетісуға Тан Қытай империясының әскерінің басып кіруі, сөйтіп батыс түрік қағанатының құлауымен тығыз байланысты. Түргештер үшлік қағанын бастауымен қытайлықтарды жетісу жерлерінен қуып шығып, түргеш мемлекетін құрды. Үшлік елді 20 әкімшілік аймаққа бөлді. Әр әкімшіліктің әскер бөлуін, салық төлеуін міндеттеді. Сонымен қатар, олар Суяб қаласын астана ретінде сақтады. Түргештер сыртқы көрші елдермен тығыз байланыста болды. Түргештер ұлы жібек жолындағы сауда жолдарын бақылауда ұстады. Өздері де сауда ісімен айналысты. Бұған дәлел Көпестер қаласы Таразда өз атынан ақша шығарып тұрды. Түргештердің сыртқы жағдайы Сұлу қағанның билік құрған кезінде шиеленісіп кетті. Сұлу қаған Әбу Музахим немесе Сүзеген деген атпен тарихта белгілі болды. Бұл атты оған арабтар қойды. Өйткені сызбадан көріп тұрғандарыңыздай, оңтүстік батысында түргештер ұзақ уақыт араб экспансиясына қарсы күресті. Бұл күресте оларға одақтас соғдылықтар Орта Азия халықтары болды. Оңтүстік шығыста Қытай Тан империясының қауіп төндірді. Олар ыңғайлы сәтін күтіп, қай уақытта басып болуға мүмкін болар сәтін күтті. Ал солтүстік шығысында шығыс түрік қағанатымен күрделі дипломатиялық байланыста болды. Өйткені шығыс түрік қағанаты түргештерді өзіне бағындыруға ұмтылды. 715-738 жылдары арасындағы билік құрған Сұлу қаған Қытай және шығыс түрік қағанатымен туыстық байланыстар орнату арқылы тату-тәтті өмір сүруге тырысты. Ал арабтарға бірнеше рет соққы беріп, оларды бүгінгі қазақ жеріне қарай өткізбеді. 738 жылы Сұлу қаған қайтыс болғаннан кейін түргеш қағанатының сыртқы және ішкі жағдайы мүлде күрделеніп кетті. Қағанаттың ішінде қара түргештер мен сары түргештердің билік үшін күресі басталды. Бұл тартыс 20 жылға созылды. Мемлекеттің ішіндегі тұрақсыздықты, алаусыздықты пайдаланған Тан империясы түргеш қағанатына басып кірді. 740 жылы Қытай әскері Тараз қаласын басып алды. Баласағұнды қиратты. Түргештер кешегі дұшпандары арабтардан көмек сұрауға мәжбүр болды. Арабтар 751 жылы көмекке келді. Бұл Атлах шайқасы деген тарихи оқиғадан бізге мәлім. Енді сызбадан Атлах шайқасын қалай өрбігенін назар аударып қарайық. Атлах шайқасы қазіргі Тараз қаласының маңындағы Атлах қалашығының түбінде өткен көрінеді. Шайқасқа арабы атты әскері, түргеш әскері және жетісуға солтүстік шығыстан ұйғыр қағанатынан қоныс аударған қарулық әскерлері қатысты. Олар Тан империясы, яғни Қытай әскерлеріне қарсы тұрды. Шайқас 5 күнге созылды. Шайқасын шешуі сәтінде қарулықтардың атты әскері Қытай әскерінің ту сыртынан соққы беріп, соғыс тағдырын арабтар мен түркі әскеріне жеңіс әперді. Қытайлар жетісу жерінде көптеген жауынгерлерінен айырылды. Кейін шегініп, жетісуды тастап шықты. Тарихта Атлах шайқасы, халықтар шайқасы, әйтпесе діндер шайқасы деп те атауға болады. Бұған ислам әскері, тәңіршілдер әскері және Будда әскерлері қатысқан. Атлах шайқасының тарихи 3 маңызы бар. Біріншісі, Қытай экспансиясы тоқтады. Олар 1000 жылға жуық жетісу жерінен қайтадан оралмады. Екіншісі, арабтар Орта Азияға қарай шегінді. Үшіншісі және маңыздысы 8 ғасырдың екінші жартысынан бастап біздің жерімізде ислам діні және ислам мәдениеті тарай бастады. Осы орайда айтып кетуіміз керек, сыртқы жаулардың шабуылы мен ішкі алаусыздық түргеш қағанатын әлсіретті. Атлах шайқасынан көп ұзамай 756 жылы түргеш қағанаты құлап, орнына қарулық қағанаты құрылды. Сабағымыздың келесі бөлімінде жетісу жеріне 6-8 ғасырларда соғдылықтар қоныс аударуы туралы айтамыз. Соғдылықтар Орта Азия тұрғындары, олардың біздің жерімізге қоныс аударуының 3 себебін академик Бартольд былай жіктейді. Біріншіден,
жібек жолы бойындағы сауданың қарқынды дамуы. Екіншіден, Соғдиядағы қарапайым халықтың тұрмыс жағдайының ауырлығы, салықтардың көптігі, ақсүйектердің езуі оларды көшуге мәжбүрледі. Үшіншісі және мүмкін бастысы, араб экспансиясы. Орта Азияға басып кірген араб халифатының әскерлері олардың біздің жерімізге қарай көшуге мәжбүрледі. Соғдылықтардың біздің жерімізге келуі мынандай ерекшеліктер әкелді. Егіншілік қарқынды дами бастады, қала жасау дамыды, талхис, қойлық қалалары тұрғызылды. Үшіншіден, соғды жазуы қолданысқа енді. Соғдылықтарды түріктер таттар деп те атады. Олар түркі шонжарларының саудасын жүргізді, солардың тапсырысымен бұйымдар жасады, егіншілік тауарларын өндірді. Бұл өз кезегінде мемлекеттің дамуына, өсуіне оң ықпал ететін факторлар. Соғдылықтар біртіндеп ассимиляцияға түсіп, түркі халықтарымен сіңісіп кетті. Қарлұқтар Жетісуда 756-940 жылдарда өмір сүрген түрік мемлекеті. 840 жылға дейін Қарлұқ билеушісі Жабғу деген лауазыммен жүрді. Өйткені олар ұйғыр қағанатына әлі тәуелдеу болып саналатын. 840 жылы Қарлұқ және қырғыз әскерлерінің бірлескен күші ұйғыр қағанатын талқандағаннан кейін Сайрам қаласында сол жылы Қарлұқ билеушісі Қаған деген лауазымды алды. Астанасы Сұяп қаласы болды. Олардың түркі екенін Ибн әл-Фақих айтады. Қарлұқтар көне түріктер деп, және араб жазбаларында Қарлұқ жерін батыстан шығысқа қарай өту үшін 30 күн қажет болған. Ол жерде 25 қала орналасқандығын туралы ақпарат деректер бар.